Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бастау комьюнити орталығындағы Асыл аналар үйірмесі өз жұмысын жалғастырады. Бала тәрбиесі өнер. Бала тәрбиесі жеке бір ғылым иесін тілейтін өнер деген екен Мағжан Жұмабаев. Қандай жақсы айтылған сөз. Ал әркім өз жолын тауып кететіндей, бала тәрбиесі бүгінгі күнде жеңіл ме? Әлде жоқ па? Бүгінгі қозғалатын ой, айтылатын әңгіме осы төңірегінде болмақ. Бүгінгі бізде қонақта зейнеткер көпбалалы ана Гүлсім Өтешқызы. Аудандық аурухана медбикесі көпбалалы ана Гүлсім Қайыржанқызы. Қаратөбе мектеп гимназиясының психолог маманы Мейрамгүл Геройқызы. Және ұстаз көпбалалы жас ана Анаргүл Амангелдіқызы. Қош келдіңіздер. Тәрбие тал бесіктен басталады деп жатамыз. Тәрбие тал бесіктен. Балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деген қазақ халқымыздың қазыналы сөздерінен бастайықшы бүгінгі әңгімемізді. Бала тәрбиесі туғаннан бесіктен тәрбиеленеді. Бесікке не үшін саламыз баланы? Бала таза жату үшін, ұйқысы тыныш болу үшін, аяқ-қолы түзу өсу үшін салған әуелде. Қазірде бар ғой бесікке тәрбиелейтіндер. Бірақ көбіне жаңа памперспен тастайды. Өзі бала еркін өсу керек деген қазір қағида бар, бала өздеріне еркін өсу керек деген. Бірақ біздер өз басым мысалы әжемін ғой, немерені бесікке саламын. Өйткені баланың ұйқысы тыныш болады, құрғақ жатады деген сияқты. Жаңағы сіздің немереңізді бесікке салғаныңыз, балаларды бұрынғы кезде бесікке салып өсіру, сол мақал соған сыйып келіп тұр ғой. Тәрбие тал бесіктен басталады. Жаңа өзіңіз айтып отырған баланың таза болуы, баланың дене бітімі, жаңағыдай түзу өсуі, соның барлығы қазақ халқы іспен және соны тәрбиелік мәні бар деп осы мақалды шығарған болып тұрады. Балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дегенде, ең әуел балаға тәрбие беру үшін өзіміз дұрыс жолмен жүруіміз керек. Сондықтан сол уақытта ғана бала сенің істеген іс-әрекетіңменен, сенің берген тәрбиеңменен саған қарап бой түзейді. Бала да, ұл да, қыз да. Жалпы баланың тәрбиесіне әсер ететін факторлар отбасы, орта, сырт орта, мектеп, қоғам, қоғамдық мәдениет. Отбасында берілген тәрбие аздық етеді дейміз. Әрине аздық етпейді. Ата-ананың балаға берген тәрбиесінде мейіріміне жететін дүние жоқ. Бірақ жаңағы қалған факторлардың кей кезде балаларға кері әсер тигізіп жатады. Сондай кезде өзімізді ақтап алу үшін заманнан да көретініміз бар. Осы орайда. Дұрыс айтасыз. 3 жас, орта есеппен алғанда 3 жастан бастап біз мысалы баланы балабақшаға береміз. Ол уже бала қоғамға шықты, ең бірінші бейімделу басталады. Сол кезден бастап балаға кері әсер ететін факторлар қоғам тарапынан кездесіп жатады. Ол жаңа балабақшада баламен төбелесіп те қалуы мүмкін, шекісіп те қалуы мүмкін, үйдегі ешқандай жаңағы қойды болмайды дегенді білмей, есін енді біліп барған бала, мысалы қоғамға барғанда менікі деп балалармен таласып, солай болуы мүмкін. Сол кішкентай кезінен балабақшаға барғаннан бастап бөлісуді, дос болуды, жамандық жасамау, жаңағы кек сақтамау, сол нәрсенің бәрін біз мысалы кішкентай кезінен бастап балаға үйретуіміз керек. Ал өсе келе мектепке барғанда мектептегі мұғалімді сыйлау ең бірінші қазір қоғамдағы күрделі мәселе мұғалімді сыйлау. Бұл жерде біз ата-ана өзіміз кінәліміз. Себебі мысалы мектепке барып келгенде баладан сұраймыз, кім мұғалім жақсы, кім мұғалім жаман деген әңгіме бар. Ол мысалы дұрыс емес. Мұғалімнің бәрі жақсы. Себебі ол мұғалімдік мамандығын бітіріп келіп, сол жерде педагог болып сабақ беріп жүр. Мысалы бір ай үйреткен мұғаліміне 40 жыл сәлем бер деген сөз бар. Ол баланы мысалы мұғалімді жақсы, жаман деген мұғалім болмайды. Мұғалімнің бәрі жақсы. Себебі ол балаға білім беріп отыр. Сол мысалы не қыл деді мектепте, не істеді, ол не қылды, мұғалім не деді, сен не дедің деген сөздерді мысалы мектептегі әңгімені баладан өзіміз үйден келгенде сұраймыз. Ол мысалы дұрыс емес. Сондай нәрселерге біз баланы өзіміз итермелеуіміз керек. Бала мұғалім ұрысты маған жаңағы десек, балаға қосылып мұғалімді жамандап, мұғалімді кінәлі қылып шығаруға тырысып тұрамыз. Осы мәселелер мысалы баланы бұзады. Дұрыс айтасыз. Осы жерде біздің жаңағы сол
фактор ғой, бұл енді біз отбасынан басқа фактор ғой, жаңағы мектеп, балабақша, қоғам, сыртқы орта, иә. Сол сыртқы ортада сондай кері әсерлер болмас үшін, сонда да біз отбасындағы тәрбие бізде нық болу керек. Нық болу керек. Отбасындағы тәрбие нық болу керек. Сөз ата-ананың сөзі дұрыс болу керек деген да. Ары қарай айта беріңіз. Енді бала одан ары қарай өсіп, жасөспірім шаққа келгенде айналасында достар көбейеді. Қоғам, неше түрлі нәрсеге қызығушылық, қазір енді ақпараттың ағыны, бұл жерде дұрыс ақпарат та беріліп жатыр, дұрыс емес ақпарат та беріліп жатыр. Қолдарына мысалы ұялы телефон алып береміз, бір ұялы телефон жасөспірім шаққа жеткенде. Енді қазіргі қоғам мысалы биыл болып жатқан пандемия соған бәрімізді мәжбүрледі. Себебі біз ұялы телефонды сабақ оқу үшін амалдың жоқтығынан мысалы бір балаға алып беріп қойдық. Ал сол кезде міне осы жерде кері әсері бар. Ол балаға соны біз түсіндіруіміз керек. Бұл жерден бұны ұялы телефонның пайдалы жағын пайдалан, жаман жағын пайдаланба, қарама, ненің дұрыс емес екенін әлеуметтік желідегі нәрселерді де біз балаға күнбе-күн қайталап түсіндіріп отыруымыз керек. Сосын баланың жаңағы не істеп жатқандығын үнемі қадағалап көз алдымызда ұстауымыз. Біз көбіне мысалы жұмыс, өзіміздің жеке басымыздың шаруаларыменен жұмыс басты болып кетеміз де, баламыз назардан тыс қалып қоятын. Рахмет ана, біз ары қарай бұл әңгімемізді жалғастыратын боламыз, иә. Ең бастысы бұл жерде жаңағы балаға шектеу. Тыс, ол жаңағы шектеуді тыс қатты да емес, бірақ әр нәрсенің шектеуін айтуымыз керек. Қанағатшылдықты үйретуіміз керек, балаға обал болады, ұят болады деген осындай біздің ата-ананың үйдегі айтып отыратын әңгімелерінен бала жаңағы айтып отырған факторлардың кері әсерін туғызбау үшін біз балаға осыны үйде айтып отыруымыз керек. Сол жерде енді біз осы жерде ойымызды жинақтай келсек, қайтадан келіп жаңағы біздің сол мына қозғап отырған тәрбие тал бесіктен деген отбасындағы тәрбиеге келіп тіреледі. Жақсы, рахмет. Ұлт болып, ұйысып, ел болып еңсемізді көтерген кезімізде де қолға алар ең басты мәселе бала тәрбиесі, ұрпақ тәрбиесі. Әр адам өз заманының баласы дейміз. Десек те, баланың тәрбиесінде маңызды рөл атқаратын ата-ана. Осы орайда қазіргі жалпы жас ата-аналардың сіздердің ойларыңызша тәрбиесі қалай? Қазіргі қоғамдағы ең өзекті бір мәселе деп айтып отырмық қой. Енді жас ата-аналардың бала тәрбиелеудегі орны деп та. Бұл жағдайда біздер көп бала тәрбиелеуде жаңа айтып өткендей әрбір отбасының өзіндік бар қағидасы бар. Енді бұрынғы кезбен салыстыру, ол деген бала тәрбиелеуде отбасында бұл жер мен көктей деп айтуға болады да, жалпы қарап отырсаңыз. Қазіргі заманның талабы деп айтамыз ба, қалай барлық мүмкіндіктер тұрған бізге да бала тәрбиелеуде әрбір ата-ана баланы деген, балам білсінші, өссінші, түсінсінші деген сияқты балаға деген баланың өзін еркіне қоя берген. Иә, еркіне қою да, еркіне қою. Балаға деген барлық мүмкіндік жасауға беріп қойған уақыттары қазіргі таңда қарап отырсаңыз. Бұрынғы кезде салыстыру деген ол жер мен көктей деп айтып отырамыз. Енді бала тәрбиелеуде ең бірінші отбасы деп отырып қой, отбасында жаңа айтып өттік. Бала тәрбиесіндегі ең бір басты не отбасында дастархан басында баланы тәрбиелеу, да? Дастархан басында отырып тәрбиелеу, ата-анамен бірлесе отырып, енді дастархан басында отырғаннан кейін әкенің де ананың да өзіндік бір міндеті бар ғой, рөлі бар. Сол кезде ол кісілер деген қазіргі балалармен бірлесе отырып, жақсы бір бұрынғы кездегі бір өзіміздің мысалы деген ата жегерімізден қалған бір жақсы бір әңгімелерді айтып, насихаттап отырса балаларға, сонымен қоса балаларына бір өздерінің іс әрекеттерімен, сөз жүзінде емес, іс әрекеттерімен көрсетсе, мүмкін бала деген жақсы тәрбие алып өсер ме дейді отбасында. Енді қазір айтып жатырмық қой, не деп? Қалай деп айтуға болады? Әрбір отбасында бала тәрбиелеу бір өзекті мәселе. Иә, өзекті мәселе деп отырмық қой. Немен деген барлығын бірдей салыстырып, барлығына бірдей топырақ шашуға болмайды ғой. Әртүрлі отбасы, әртүрлі тәрбиелейді. Керемет етіп те тәрбиелеп отырады балаларын, отбасыларын. Қазір көп кездеседі ғой, қарап отырсаңыз. Жаңағы әрекетпен көрсету ең бір басты мәселе деп айтуға болады. Бұл сіздің психолог маман ретінде
жас ата-аналарға берер ақыл кеңесіңіз деп білейік та. Рахмет. Бүгінгі таңда әлем адамға барлық салада білімді болуды қажет етіп отыр. Болмаса біз ақпарат ағымына ілесіп те кетуіміз мүмкін. Әсіресе ана білімді болу керек. Өйткені ана баланың дамуына, білімді болуына, денсаулығына жалпы ата-ана тікелей қатысты. Қазіргі таңда енді әрбір отбасындағы ата-ана өзінің баласының білімді болғанын қалайды да. Қазіргі заман деген жалпы білімділердің заманы ғой. Сонымен қоса мына әлеуметтік желілер деп айтамыз, жаңағы біздерге айтып өткен, қазіргі таңда осы қолымыздағы әлеуметтік желімен бір ұштасқан, да, бір қазіргі таңдағы сондай бір қандай ақпарат алсақ та соған қарауға мәжбүр болып отырамыз, да. Қазіргі заман енді білімге бәсеке заманы, да. Біліммен бәсекелескен заман. Сол жағдайда біздер деген балаларымыз деген қазір көбісі әлеуметтік желіде, мысалы қазіргі таңда онлайн оқу форматында біздер жұмыстанып жатқаннан кейін балаларымыз көбіне сол бағытта жұмыстанып отыр. Оның деген бала өміріне, баланың жалпы психологиясына, физиологиясына әсер ететін кері жақтар болады да, мысалы. Одан баланы оқшаулау үшін біз не істеу керекпіз? Баланың күнделікті күн режимін жасау, баламен бірлесе отырып жұмыстану, баланың қандай мысалы сайттарға кіріп отыр, балаларыңызға бақылау жасап, сырттай бақылау жасау, қасына бірлесе келіп бақылау жасайсыз ба, баланы қадағалап отыруымыз қажет. Ата-ана, үйдегі ата-ана, қазір деген мысал деген көп қой, неше түрлі ойындар айтылып жатыр да, қазір неше әртүрлі бағытта сайттар көп. Неден қараймыз да, әлеуметтік желіден қарап, біздің ойлануымызға ол қайбір жас ана болсын, өзге адам болсын, әрбір тұлғаға ол деген қалай деп айтуға зиян жоқ, ойлауға мүмкіндік бермейді. Өз қарасымызда тұр, мысалы аламызда кооператив етеміз, өсумен жұмыстанамыз да қазіргі таңда да, мысалы. Сол деген бала әрбір тұлға мындай тек әлеуметтік желінің бір несі қарап, не деп айтуға болады? шектеліп қалады. Шпор сияқты, типа бір қарайсың да, соны ары қарай мысалы деген ата-ана алады да, сонымен жұмыстанады, мысалы деген бәр нәрсе кооператив. Міне, осы жерде сол сөз ғой енді, мына жерде. Болмаса, сіз ақпарат ағымына ілесіп кетуіңіз ғажап емес, иә? Бізде ілесіп те кетіп жатқандар бар, жаңағы керек нәрсесін тек қана жаңағы интернеттен алады, болды. Ары қарай өзі жұмыстанбайды. Ол сол нәрсе мысалы деген әрбір ата-ананың жалпы әрбір тұлғаның ойлау қабілетімізге кері әсер етеді. Мысалы айдан анық қой, жалпы қарап отырсаңыз да, сіз ойлау жүйеңіз уже ары қарай жұмыстанбайды. Көзіңізден алдыңыздағы нәрсені көрдіңіз, соны көшіріп алдыңыз. Сіздің уже қалай айтуымызға болатына миымызға, түйсігімізге жұмыстануға мүмкіндік бермейміз. Сондықтан да әрбір адамда мен ойлаймын, бәр нәрсені атүсті қарайтында сол тараптан болатын шығар мүмкін. Ойлауымыздың деген шұрқа ойлайды деп айтады. Ойы тайыз деп бір адамдар. Балалар, қазіргі балалар өз ойын жетік айта алмайды. Жетік айта ол өзі оқып алып, сол ақпарат бойынша ары қарай өзінің ойын қорытып, айта алатындай, жаза алатындай қылып балаға түсіндіруіміз керек. Оны жаңағы әлеуметтік желідегі берілген ақпаратты да қара, бірақ ары қарай өзіңнің түсінігіңді қорытып, сол бойынша жаз деп. Осы жерде біз жаңағыдай, осы жерде біз баланы да өзімізді де жаңағыдай телефоннан, теледидардан кішкене алыстатуымыз керек, бір мезгіл. Жоқ, 100% шектеуге болмайды. Бірақ дегенмен мүмкін 50-50 болады. Себебі 50% былай болса, 50% біз іздену. Мүмкін кітап оқу, мүмкін журнал қарау, мүмкін ой өрісімізді дамытып, жаңағы Мейрамгүл геройымыз айтқан, баламен жұмыстану ерекше. Менің ойым, мысалы жалпы бүйтіп істеуге болады. Әрбір отбасында бір күндік отбасының арналған болу керек болсын дейік. Мысалы, мына смартфондарда барлығынан шектеу қою. Уақытта бір күндік демалысыңызда, мысалы, әрбір ата-ана қарап отырсаңыз, отбасындағы қазіргі таңда ата-аналарымыз жалпы деген отбасымен бір күндік күнді арнап өткізу деген ол ішінара кездеседі да, мысалы деген бір күнге қалай айтуымызға болады, кітаппен
кітап оқуды арнасын, бір демалысты балалармен бірлесе отырып журналдар қарасын, теледидар талдаудың өзі де енді оны талдау деп айта аламыз ба, жалпы мына кітап оқуға баланы дағдыландырса, әке мен ана бірлесе отырып оқыса, мысалы керемет бір ертегілерден бастай ма, мысалы деген менің атым Қожа деген Бердібек Сыпақбаевтың нелері бар ғой, керемет кітаптары, соны қазіргі жастардың, қазіргі жас отбасылардың білмеймін оқуы жоқтың қасы шығар, енді бәріне бірден топырақ шаша алмаймын, бірақ соны алып талдаса балалармен бір күн отырып, сосын жаңағы телефоннан менің бір күндік мысалы телефонсыз күнім, интернетсіз күні, әлеуметтік желісіз менің бір күнім қандай болады, соның барлығын ата-ана бірлесе отырып, ақылдасып, осындай бір отбасына бір жақсы бір уақыт бөлу керек. Уақыттың тиімділігі. Бұл баланың денсаулығына қарағанымыз да бір жағынан. Психологиялық жағынан да, физиологиялық жағынан да мысалы жақсы әсер береді. үй шаруасына жұмсап та тәрбиелейді. Еңбек, әкеге көмек, анаға көмек, сыртқа, ішке, ол қыз баланың болашақ ана ретінде қарап, оны мысалы тамақ пісіруге, ненің қалай пісірілетіндігін, ненің неден пісетіндігін көрсетіп, қарапайым Өзінің жас шамасына қарап, үй тазалығы, жеке басының тазалығы, шаш жору деген сияқты осының барлығын жаңағы балаға үйден үйретуіміз керек қой енді жаңағы. Солда ол балаға тәрбие болып есептеледі. Тек қана тәрбие мына телефонменен, смартфоннан, компьютерден тәрбие жоқ. Шектеліп қалмай, соны мысалы қазір қарап отырсақ балалар көбі тек телефон. Сабақтан шығып келе жатады телефон, сабаққа барады телефон, бірдеңе қарайды телефон, бәрі телефон деген. Қазір соған үйреніп қалғанбыз балалар, олар деген жаңадан өсіп кеткен бала, олар қызығушылығы. Ананың ішінде бәрі бар, сосын ол күннен күнге соған ене береді, әрі қарай ене береді, қызығына бата береді. Сосын ол соған батып кетіп шығады мүмкін. Сондықтан соны біз алдын алуымыз керек. Қазіргі таңда бүйтіп қарап отырсаңыз, көп ата-аналар балаларым деген тыныштықта болсыншы да, өзім тыныш болайыншы деп балаға телефон беріп қоямыз. Емін-еркін бала барлығын аралайды. Мысалы қазір деген көптеген ойындар бар ғой, сол ойындарды бала деген кәдімгі қызығына кіріп, ол деген ата-ананың арада ойлап отырған жоқ, балам тек тыныш отыр. Орада ата-ана өзінің мүддесін ғана ойлап отыр деп мен түсінемін да, өзінің тыныштығын ойлау. Ол арада баланың бір психологиясына әсер етіп жатыр, баланың деген физиологиялық жағынан да балама деген бір айтамыз ғой, баланың әлемі бір жіпсіз, нәзік әлем ғой өте. Жаңа кішкентай баланы мына смартфонға телміртіп қойып, оның бүкіл дегендерін істетіп қою деген ол өте үлкен қателік болды. Ертең ол деген балаға психологиясына кері әсер ететінін ата-ана біле бермейді. Білсе де біліп отырмыз ау, бірақ біліп отырсақ та біліп отырмыз. Шарасыздық өзің несі үшін ғой, мысалы ертең болашағына ол деген қатты әсер ететінін білмейді психолог. Бала сосын ана ойынды ойнап отырады да, уже агрессивность балада пайда болады да, бәрі ойыннан жеңіліп қалды ма, бала уже жылай бастайды, телефонды ұрғыштай бастайды да, көп қарап отырсаңыздар, сондай нәрсе. Жалпы денсаулығына зиян, баланың тәрбиесіне денсаулығына бәріне зиян. Сосын шақырсаң да құлақ түспейді, бала телефонға бүйтіп жатады. Уже бала деген кәдімгі бүкіл несімен соның ішіне кіріп кетіп отыр ғой, уже да айналадағы адамдарды көрмейді, ана жақта анасы шақырды ма, оған да мән бермейді, бала деген солай отырады. Рахмет Мейрамгүл Ерғалиқызы. Осы жерде біз жаңағы сұрағымыздың қайтадан тоқталайық. Мүмкіндігінше қазіргі біздің жас ата-аналарымыз білімді болу керек, ақылды болу керек, қырағы болу керек, жаңағыдай ақпарат ағынымен дұрыс жұмыс жасай алуымыз керек. Кейбір ата-аналар балаға қатал айтқанын орындатады. Ал қаталдық негізінде тәртіпті талап етеді, тәртіп қаталдықты тәртіп етеді. Мысалы, тәртіпті болу үшін біз қатал болуымыз керек дейміз, тәртіпті болу үшін қаталдық танытамыз. Осы кезде Бауыржан Момышұлының тәртіпке бағынған құл болмайды деген керемет сөзі еске түседі. Ал қазір қатал болсаң балаға, балаң уақытша тыңдайды деген де түсінік бар. Осыған қалай қарайсыздар? Балаға бұл біздердің балаларымыздың кішкентай кезінде солай қатаң тәртіп болып өткені өзің таңертең кешке жұмыс жүрсің, балаң үйде сабағын оқуы керек,
үйдің шаруасына қарау керек. Ол кезде қазіргідей жағдай жоқ, су жоқ, не жоқ, су әкеледі, отын әкеледі, мал қарайды деген сияқты. Сен келгенде алдыңнан сабағын оқып, бәрін нетіп отырады. Сондықтан қатаң тәрбиелейсің, не істейсің, ол кезде жағдай қазіргідей емес. Қазіргі балдарға не? Бәрі бар. Су келіп тұр, газ келіп тұр, іштеме жасап. Осы жерде апа мен сөзіңізді бөлейін. Негізінде қазіргі ата-аналардың жалпы көпке топырақ шашпаймын, бірақ дегенмен де жалпы сол қазіргі кезде балаларды жұмсаса, сол ата-ананың сен қаталсың деп айтады, балаға. Ал еңбекке баулыған ол қаталдық па? Қаталдық емес қой. Ал кім өз баласын жек көреді? Іштен шыққан ала жылан дейді, шұбар жылан дейді қазақ халқы. Ол ешкім баласын жек көрмейді, бірақ еңбекке баулай отырып, сол тәртіпке жаңағыдай үйретеді, бірақ сол кездерде сіздердің кездеріңізде көп ата-ана сондай қаталдықпен тәрбиеледі баланы да. Ол сөзсіз, оған келісеміз, себебі барлығымызда сол кезде балалар болып өстік. Осы орайда, ал қазіргі заманның ағымында қатал болса, балаң уақытша тыңдайды дейді. Себебі сенен қорыққаннан тыңдайды да, сыртқы ортаға шыққаннан кейін ол өзі білген жасайды дегенде түсінік бар. Осыған, осы әңгімені өрбітейікші. Ана жаңа айтып кеттім ғой, өзіңізден бастау керек деп. Баланы жақсы көру, оған шынайы, кәдімгі аналық мейіріміңді төгетіріп, баланы да тыңдата білу бар, менің ойымша. Балаға деген, ол деген біздер, мысалы, қазіргі таңда баланы ұрыстыңыз, жекірдіңіз, балаңыз қазіргі таңда сіздің көз алдыңызда тыңдап отыр, ол деген былай шыққаннан кейін уже ортасы басқа. Мына сыныптас достары болсын, жалпы ортасы да өзгеріс болды уже балада. Бала деген ол әрекетті мамам бүйтіп айтты, ата-анам бүйтіп айтты деген сияқты ол қабылдамайды. Бала деген ол деген жасөспірімдік кезеңнен бастап баланы тәрбиелейміз. Кішкентай күнімізден баланы тәрбиелегенде баланың ортасы өзгеше болады. Мысалы айтамыз, жаңа мен басында да бір немді айтып кеткем. Адам шын мәнінде мына арада басқаша болып, мына жерде басқаша болуы мүмкін да. Сөзі басқаша болып, әрекеті басқаша болуы мүмкін. Балада сол сияқты мысалы деген. Сіз деген қазір ондай қыспақтап етіп тәрбиелеп отырдыңыз, ертең ол үлкен қоғамға барғанда. Жақсы, сіздің ойыңызша солай. Гүлсім апа, қаталдықты сіз қалай түсіндіресіз? Қаталдықты енді баланы айлап, түсіндіріп, мейірімділікпенен, балам сен бүйтіп қой, балам сөйтіп қой деп жұмсасаң, бала соған сенің жаңағы жылы сөзіңе уже не деді? Еркеленіп не деді ғой? Тыңдағысы келеді. Бірақ енді жаңағыдай бір жақсы әрекет істесе, ой балам жақсың, осылай бүйттің сөйттің деп мақтаса, мақтау сіздің кездерде де болды. Болды, сіздің кездерде де болды. Бірақ дегенмен де сіздің кездеріңізде қазіргі кездегідей еркелетіп, мейірімділігіңді күннің жағына төгіп отыратын уақыттарыңыз болған жоқ. Сондықтан сіздерде әкең айтам деген қатал тәртіп болды. Осы орайда сіз айтыңызшы, Гүлсім ханым. Сіз жұмысбасты болдыңыз. Мен жұмысбасты болдым, мына аудандық ауруханада жұмыс жасаймын. Көбіне жұмыспен кетеді уақытым. Үйге де келіп енді тәрбиемізді береміз ғой қыздарымызға, екі қыз. Сол енді көбіне әкесінің тәрбиесі көптеу болып, мен де бердім. Жаңағы папаңнан сұра, папаңа айт деп сөйтіп үйреттік. Әкең біледі деп, сол өзім жұмысбасты болғаннан көптігі тәрбиеге әкесінің септігі дейді. Олға да, қызға да. Төртеуінде сабаққа өзі жіберіп жүріп, мен жаңағы дежурствода боламын. Сол енді... Тентек болсаң әкең айтам деген сөз, әкең айтам дедік, әкелерінен ығысады олар қызды. Папаң келіп қалып, жеп отыр сен деп солай тәрбиеледік енді біздер балаларымызды. Сол әкеңе айтам деген сөзден бір қаталдықтың бір ұшқынын байқаймыз, Сол міне мен сол жерде айтайын деп тұрғаным. Әкеңе айтам, әкең келе жатыр, отыр. Әкең келмей дастарханға келме, әкең бастамай тамақты бастама. Сол міне тәртіптің ең бастысы. Басты шыны сол. Сосын сол кездегі сондай жаңа тәртіпті біз қаталдық деп өзімізге солай қабылдап алдық. Себебі біз сондай тәрбиемен өстік. Әке, содан кейін бар ана, жаңағыдай солардың ақылын тыңдау, жаңа айтқан істерін барлығын орындау, олардың айтқан тәрбиелер жаңағы жұмыс тапсырып кетеді. Жаңағы Гүлсім апа айтып отырған, жұмысқа кетіп бара жатамыз, су әкеліп қой, тезек әкеліп қой, сенені сыпырып қой, есік алдының қарын күреп қой, соның барлығы тәртіпке бағынған құл болмайды деген, соның барлығын
тәртіппен істеді, иә, сол кезде. Ал сөздің шыны керек, қазіргі кезде ондай бізде жұмыс жасайтын жасөспірімдер аз. Сөздің шыны керек. Ол ашы болса бір шындық. Жұлдыз әншілеріміз бар ғой, Қыдыр әлімен Қарахан. Солар отбасыменен жаңағыдай өздерінің жеке үйлерінде тұрады ғой, ауласына бақша салған екен. Биылғы жазда бақша салған екен, олар көп балалы отбасы. Сол бақшаны әкесі салып, бүкіл жаңа еркек балдарын жұмсап, сол жерді суартып, күзде соның өнімін жинатып, жаңағы әлеуметтік желіден жаңа Инстаграм парақшасынан қарап отырамын. Сонда жаңағы өздерінің жасаған еңбектерінің шыққанда балдар сондай қуанып, жаңа помидорымыз қызарды, қиярымыз өсіп жатыр, мама жүргіш қарашаның түйнек шығып жатыр деп, сондай жаңа бала сонда ненің қайдан шығатынын біліп, қиярдың қалай өсетінін біліп бір жағынан, екінші жағынан ол еңбек, бір жағынан және баланың уақытын тиімді ұйымдастыру, және ол жаңа отбасылық ұйыс біріне бір еңбекке баулу, оның бәрі тәрбие деп мен солай ойлаймын. Ол мысалы қазіргі жерде қоғамда барлығы бар, барлық жағдай жасалған дегенмен де ауылдық жерде мысалы аулаға шығып гүл егіп, сол гүлді суартуға мысалы тәрбиелеу. Мал бар, мал өсіреміз. Біз мысалы қазақи ауылда тұрамыз, мал өсіріп, сол малды кіргізіп шығарып, соның жаңағы бүкіл жұмысын жасауға да баланы, ұлды да қызды да тәрбиелеуге болады. Бұл жерде мысалы ер бала малды қарайды, қыз бала қарамайды деген сөз дұрыс емес ол. Ол қызды ол жерге өзінің ретімен, өзінің шамасына келетін жұмысқа жұмсауға болады. Дұрыс. Менің телефоным. Қазіргі жас ата-аналар айтатынымыз, мына балаларға көп жаңағы әлеуметтік желіде отыруға тыйым салу керек. Сосын далаға шығып, жаңағы таза ауаға шығып ойнату керек балдарды. Кішкене әлеуметтік желіден алысырақ. Деген жасамау керек, еркелік. Сосын жаңағыдай менікі сенікі деп жаңағы бөлмеу керек. Өйткені бала өзімшіл болып өседі, қызғаншақ болып өседі, ешкіммен бөліспейтін болып өседі, қатыгез болып өседі, бір-біріне бауырмал болып. Мысалға бір асты берсең, екеуін бөліп жең деді. Мысалға қонақтықтан келерміз, бірден айтамыз, екеуін бөліп жең деді, солай үйрету керек. Өз басым мысалға сүй деп айтамын, немерелерім мына кішкентай алдағы бір соның өзінде де сондай жаңа кішкентай содан басталады тәрбиенің басы. Бауырмашылдыққа тәрбиелеу. Енді мен өзім жас ата-ана ретінде айтатыным, қазір баланы обал мен сауаптың не екенін түсіндіріп өсіру керек сияқты. Мысалы қарапайым астан бастап нанның түйірін, қиқымын тастамау, соның бәрі мысалы бір жағынан ысырапшылдыққа тыйым болады, және обал болады. Неге сосын мысалы қазақта көбіне жаман болады, болмайды деген сөздер көп қой, соның сол сұрағы жауабы жоқ сол сұрақтарды ұғындырып болмайды. Мысалы жаман тыйым, ырым сөздерді сол кішкентайынан осыларды үйрету керек секілді. Обал болады, ұят болады деген нәрсені не екен. Папасы, әкең келмей дастарханға отырмаңдар, әкелерін шақырыңдар. Біздерді мысалы өзімізді ата-анамыз солай тәрбиеледі. Дастарханға келгенде бірінші папаларың бастау керек тамақты, содан кейін қалғанымыз жеу керек деп, солай балдарды тәрбиелеу керек. Әкенің қадірін арттыру керек. Әкенің қадірін арттыру керек. Біздер солай баланы, әкені сыйлауға үйреттік. Рахмет. Қазіргі мен айтатыным ең бір жас отбасыларға, ата-аналарға жалпы айтатынымыз бала тәрбиесі деп отырғаннан кейін баланы ең бір жақсы көру. Бала деген жіпсіз бір керемет бір нәзік әлем ғой, кішкентай ғана ақпаратты баланың өмірін деген суреттейтін, оған ой салатын біздер ата-анада, біздерде баланы мейірімділікке тәрбиелеу үшін ата-ана өзі өте мейірімділік таныту керек, баланы жақсы көре білу керек. Оның әрбір ісіне, әрекетіне, мысалы деген балаға сүйіспеншілікпен қарау, баланы деген мақтау, мадақтау, әр нәрсені өзінің орнында пайдаланса, бала міндетті түрде өте мейірімді болып өседі деп ойлаймын өз басым. Жақсылық жақсы атаның баласынан тарайды деген дана халқымыз. Отбасы ошақ қасынан басталатынын сол кезде ата-бабаларымыз дәлелдеп кеткендей. Отан отбасынан басталады. Ендеше құрметті ағайын, әр шаңырақтарыңызда ұлтым деп ұрандайтын ұлдарыңыз, елім деп ертеңін ойлайтын ибалы, иманды, саналы қыздарыңыз
көбейе берсін. Келесі кездескенше.